Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Арайлым каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен патшуба салатын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Негізінде патшуба салатына өздеріңіз қалауыңызша көбейтіп азайтсаңыздар болады. Менде 3 жұмыртқа, бүгін 2 картошка және де 1 сәбіз болады. Қызылшадан 3 данасын алдым және де майонез. Негізінде патшубаны селедкамен жасайды. Мен бүгін шпротпен жасаймын. Үйдегілер шпротпен жақсы көретін болғандықтан осылай шпротты майдалап езіп алып, сонымен жасадым. Сіздер селедкамен майдалап тұрап жасасаңыздар болады. Шаңшқын көбегін осылай майдалап алып, тарелканың ортасына осылай стаканымызды қойып, шетіне дөңгелектеп салып шығатын боламыз. Шпротымызды осылай бір келке етіп тегістеп алғаннан кейін, майонездің шетін осылай сәл ғана кесіп жіберіп, майонезді осылай шпроттың үстіне жағып шығатын боламыз. Егер сізде кондитерлік пакет болса, мешок болса, онда сонымен істесеңіздер де болады. Енді кезекте картошкамызды осылай үккіштің үлкен жағынан өткізіп, шпроттың үстінен бір келке етіп тегістеп қойып шығамыз. Осылай дөңгелек етіп тегістей отырып қойып шығасыздар. Енді картопымыздың үстінен шамалы тұз себеміз. Егер сізде селедка болатын болса, селедканың тұзы шамалы ашытырақ болады. Сол себепті азырақ сепсеңіз болады. Мен шпрот қолданғандықтан шамалы тұзын көптеу септім. Енді осылай үстінен майонезімізді жағып, майонезді де тегістеп шығатын боламыз. Сәбізімізді де үккіштен өткізіп аламыз. Оны да үккіштің үлкен жағынан өткіземіз. Сәбізімізді картопымыздың үстінен бір келке етіп қойып шығамыз. Үстінен майонезді жағып, шаңшқының көмегімен бір келке етіп тегістеп шығамыз. Жұмыртқамызды аламыз. Жұмыртқамыздың ақ мен сары уызын бөлек алып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын үккіштің үлкен жағынан өткізіп аламыз. Сары уызын әсемдеуге қалдырамыз. Енді жұмыртқаның ақ уызын сәбізіміздің үстінен қойып шығамыз. Үстінен майонезімізді жағып, шаңшқының көмегімен тегістеп жағып шығамыз. Енді кезекте қызылшамызды үккіштің үлкен жағынан өткіземіз. Сары уызымызды бөлек алып қалуды ұмытпаңыздар. Енді осы жұмыртқамыздың үстінен қызылшаларымызды қойып, шаңшқының көмегімен бір келке етіп тегістеп, үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Майонезді де осылай шаңшқының көмегімен тегістеп алдым. Жұмыртқамыздың сары уызын үккіштің майда жағынан өткізіп, осылай айналдыра, тек үстінен ғана салып шықтым. Ең үстінен осылай укропымызбен әсемдеп қоямыз. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Осымен біздің патшуба салатымыз дайын. Видео ұнаса, каналға тіркеліп қолдап кетуіңізді сұраймын. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.